Сәлем қыздар, біз бүгін жеңіл тәтті десерт жасаймыз. Диетадағы адамдарға тіптен жақсы. Ол үшін ірімшік керек, творог дейді орыстар, сметана, қаймақ керек. Одан кейін мейіз керек. Қаймақ ең төмен процентті қаймақ қыздар. Содан кейін мынау жапырақ, салат жапырағы. Жаңағы қаймақ дегенім магазиннің қаймағы, үйдің қаймағы тым майлы болып кетеді, сондықтан 10%-тік дүкеннің қаймағы. Енді ірімшікке мінекей қаймақпен мейізді салдым. Телефонға қарасам жөті көрінбей қалыпты. Одан кейін міне экранға көрсетіп, мына екеуін салдым деп айтып жатырмын. Міне араластырдым енді осы үшеуін: ірімшік, қаймақ, мейіз. Құрғақ болып кеткен сияқты. Құрғақ болғаны онша дәмді болмайды, сондықтан да қаймақты аямай қоса беріңіздер. Қазір мен тоңазытқыштағы қаймақтан тағы да әкеп қосамын. Шамамен 1,5 қасықтай әкеп қосамын. Өздеріңіз елестетіңіздер, мына творогпен, ірімшікпен қаймақтың қосындысы қандай дәмді болады, оның үстіне мейізді қосып жіберсек тіптен керемет болады қыздар. Тәтті болсын десеңіздер, қант қоссаңыздар болады. Мен үйдегі диета ұстап жүрген адамға жасап жүргендіктен қант қосқан жоқпын. Мінекей, содан кейін алып оны салат жапырағының жұмсақ жерін алып, етегін алып, қиып аламыздағы, осылай орап, спашкамен түйреп қоямыз. Енді ақырындап көрсетейін. Салат жапырағының жұмсақ жерін қиып алдымдағы, жарты қасықтай салып, оны орап, спашкамен түйредім. Айтпақшы қыздар, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Болашақта шығатын видеоларға куә боласыздар. Мінекей қыздар, мынандай болып шықты менің тәтті десертім. Қант қосам десеңіздер, қант қосыңыздар ішіне. Мінекей, қонақ келгенде де, как десерт ретінде дастарханға қойсаңыздар тіптен жақсы. Қыздар, астарыңыз дәмді болсын. Пока!